Сәлем достар, сіздермен EasyKZ. Инвестиция және қаржылық сауаттылық тақырыбын қазақша және қарапайым тілмен түсіндіретін арна. Инвестициялық портфельді құру барысында әртүрлі ел экономикасын қарастыру маңызды. Бұл видеода диверсификациялау барысында Қытай экономикасы инвестициялауға тұрарлық па деген сұраққа жауап алатын боламыз. Қытай экономикасына инвестициялаудың артықшылығы мен кемшілігі неде? Қытайдың қай бизнесіне және қандай компанияларды инвестициялауды қарастыруға болады? Осы сұрақтардың жауабын алдағы минуттарда көретін боларсыздар. Кіріспес бұрын жаңа шығатын видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп, қолдау ретінде осы видеоға лайк баса кетулеріңізді сұраймын. Ал мен бастаймын. Қытай жылдам дамып келе жатқан әлемдегі екінші экономика. Алайда ол шет ел инвесторларының назарынан жиі тыс қалып қоя береді. Қытай өз портфелін диверсификациялағысы келетін инвесторларға тартымды инвестициялық мүмкіндіктерді ұсына алады. Мысалға алсақ, Alibaba, Tencent сияқты әлемдік ірі корпорациялар Қытайдан шыққан. Сонымен қатар, алдағы бірнеше жылда Қытай жалпы ішкі өнімнің өсімі бойынша екінші орында болады деген болжам бар. Бұл суретте Қытайдың Шанхай, Шэньчжэнь CSI 300 индексінің графигі көрсетілген. Бұл Шанхай мен Шэньчжэнь қор биржасында сатылатын 300 ірі компаниялардың акцияларынан құралған индекс. Графикте байқасаңыздар, 2015 жылы қара дүйсенбі мен сейсенбі деп танылған 2 күн ішінде индекс қатты құлағандығын көрсетеді. Алайда, кейінгі жылдары қайта өсуін жалғастырды. Мысалы, 2021 жылы индекс өзінің максимум көрсеткіші 5800-ден асып түскен болатын. Кейінгі жылдары бірнеше себептерге байланысты қайта төмендеу трендін көрсете бастады. Енді осы төмендеуді мүмкіндік ретінде қарастыруға болады ма? Не себепті Қытайға инвестициялауға болады деген сұраққа жауап алайық. Жаңа айтып кеткендей, Қытай әлемдегі жетекші екінші экономика. Әлемдік банк есебіне сүйенсек, 2022 жылы Қытайдың жалпы ішкі өнімі 18 триллион долларға жеткен. Ол дегеніміз Ұлыбританияның өндірісінен 6 есе көп, және үшінші орынды алып отырған Жапонияны да басып озады. Оған қоса, Қытай әлемдегі алдыңғы қатарлы компаниялардың отаны болып есептелінеді. Тех саласындағы Tencent нарықтық капитализациясы бойынша әлемде 21-ші орынды алады. Қазіргі кезде компанияның құны 300 миллиард евроға тең. Одан бөлек, сусын өндіруші компания Kuaishou Moutai және электронды саудамен айналысатын Alibaba-ның капитализациясы одан кем түспейді. Әрине, Қытайдың экономикалық жетістігінде экспорттың басты орын алғаны сөзсіз. Бірақ та, оның ішкі өсуші экономикасында тыс қалдыруға болмайды. Fidelity China Special Situations инвестициялық қорының мамандарының айтуынша, соңғы 3 жылда шаруашылықтың жинақтаған 30 триллион йенінің негізінде алдағы жылдары елде тұтынушылық артады деп болжануда. Бұл инвесторлар арасында оң инвестициялық көңіл күйді тудыратыны сөзсіз. Сонымен қатар, сарапшылар басқа дамыған экономикалармен Қытайды салыстыратын болсақ, инфляция Қытай үшін алаңдаушылық туғызбайды. Соның арқасында мемлекет нарықта аз интервенция жасайтын болады. Осы айтылғандарды ескеретін болсақ, Қытай бағалы қағаздарының өсімі жалғасатын болады деген болжам бар. Қытай қор нарығында осындай мүмкіншіліктер бар болғанымен, кездесуі мүмкін мәселелер мен кемшіліктерді де айта кеткен жөн. Қытай нарығына инвестициялаудағы ең үлкен тәуекел ол нормативтік құқықтық ортаның қатаң болуы. Мысалы, 2020 жылы Қытай үкіметі технология саласындағы компанияларға қатаң ереже бекіткен болатын. Осындай заңдық шешімге іліккен үлкен шулардың бірі Alibaba компаниясы. Alibaba компаниясына антимонополиялық негіздерге байланысты 2,8 миллиард доллар айыппұл салынған болатын. Әрине, бұл сол кезде компанияның бағалануына өз әсерін тигізді. Инвесторлар сонымен қатар Қытайдың политикалық режимінде ескергендері дұрыс.
Қытайдың Европа және ақш елдерімен байланысы өте тұрақсыз екендігі барлығымызға мәлім. Оған қоса Тайвань мәселесінде естен шығармау керек. Қытайдың өндіруші ел екендігін білеміз. Алайда, соңғы жылдары өндіріс күштері Қытайдан шығарылып, басқа бейбітшілікті қолдайтын елдерге көшірілгендігі жасырын ақпарат емес. Осыған қоса ақш Қытайдың Америка биржаларында листингтелген акцияларын саудаланудан алу мүмкіндігі бар екендігін айтып ескерту жасаған болатын. Бұл дегеніміз Қытай акцияларының ликвидтілігіне, олардың бағалануына үлкен әсерін тигізеді. Осы артықшылықтар мен кемшіліктерді саралап, инвестициялауға шешім қабылдасаңыз, Қытайдың қандай бағалы қағаздарын алуға болады деген сұраққа жауап алғыңыз келуі мүмкін. Негізі, мүмкіндіктер жетіп артылады. Олардың кейбірімен сіздерді таныстырып өтейін. Бірінші мүмкіндік – ол әрине акциялар. Сіздер екі биржада листингтелген, яғни ақш және Қытай биржаларында листингтелген компаниялардың акциясын алсаңыз болады. Мысалы, сауда-саттық көшбасшысы Alibaba және JD.com. Одан бөлек, назар аударуға тұратын компания ол Wuxi Aptec компаниясы. Wuxi Азиядағы биотехнологиялық келісімшарттарды әзірлеу және өндіру бойынша жетекші ұйым және сату көлемі бойынша басым жаһандық платформалардың бірі болып табылады. Тағы бір назар аударарлық компания тұрмыстық техниканы өндіруші Hisense Home Applications Group. Компанияның Қытайдағы орталық кондиционерлердің екінші бренді Hisense Hitachi акцияларының шамамен 50%-на иелік етеді. Hisense нарықтық циклді қалпына келуіне байланысты саланың құлдырауын бастан өткеріп жатқандығымен, ол қаңтар айында жұмыспен қамту акцияларын опциондау жоспары іске қосылғаннан кейін жақсы ынталандырудың арқасында табысын арттырып келе жатыр. Егер тағы да басқа қытайлық компаниялардың акциясы қызықтыратын болса, жеке зерттеулер жүргізсеңіздер болады. Сіздер видеодан өзіңізге пайдалы және жаңа ақпарат алдыңыздар деп үміттенемін. Видеоға лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Кезекті видеода сіздерді күтетін боламын.